Assalamu alaikum, hurmatli tuğanlar, dostlar. Görüp atkanыңыздар Heli компаниясының Heli'nin 3 tonnалық, 2 tonnалық, 4 tonnалық, 5 tonnалық power жүк көтергіштері. Бұл жерде азыр 3 tonnалықтардың Қырғызстанға бенз Ростомошқа жетіші $12.800 болады екен. Heli компаниясының 3 tonnалықтардың әрбір тоннасы ошол 500-ден көтөрүлген сайын ошого карата сыяналар өзүп атат экен. Булар механик, автоматический эмес, механик түрлөрү. Эгер кимге ушундайлар керек болсо байланысаңар болот. Бизге чыгышы 3 метр, 3,5 метр, 4 метр, 4,5 метрге чейин мажер жоктору болсо заводко заказ берип жасатып бере алабыз. Heli компаниясыныкы. Кимге ушундай жүк көтөргүчтөр керек болсо байланысаңар болот. Ушундай. Бул жактакы Heli маркасы менен турат, адени. Бул жактакы Heli'ники. Баалар ошол 12.800 өдү, 16-17 миңге чекине. Ат күчүнө карата канча жогорулаган сайын күчтүүлүгү ошончо сеналар окшобой атат экен. Ассаламу алейкум, достор, кандайсыңар, жаксыңар, туруңуздар. Алдында мен ушуна ловол шал жок неме мака дейбиз. Жүгөрү оргон компания экен, достор. Кимге керек болсо байлансаңыздар болот. Бул компания жылы 2022 7 айда. Ловол компаниясынын экен, мотор алеттери жакшы сатылат экен, ремонтко түшкөн абалдары жок экен. Нормально иштеп аткан компания экен. Кимге керек болсо байланышыңыздар, достор, ушундай компания керек болсо. Ловолдук экен. 2022 7 айдыкы. Достор. Ассаламу алейкум, достор, кандай жаксыздар. Мынандай контейнерден магазин ачам дегендер болсоңор байланышсаңыздар болот. Карасаңыздар. 老板，这个是空调是吧？暖气空调这个，制冷制风是吧？ Мына карасаңыздар ысык сакташ, муздак сакташ немесин магазин кылсаңар да болот, или машина часаңар да болот экен. Тубандар карасаңар. Магазин кылсаңар болот экен да. Ушундай контейнер саткан жерге келип калдык. Ушундай контейнерде магазин кылган байкелерге базарларда кылсаңар болот да, или жолдун боюна коюп алсаңар да жакшы магазиндер болот. Ушундай. Экинчи жол. Просто балары бул жакта туруш балары 6,5-7 миң. Булар жөнөкөй мындай жука тактай эмес, калыңга жакы ысык мустак сактай тургандарга иштей турган калың контейнер. Булар пароход менен Америка, Германга мал ташыган кездеги, Европага мал ташыган кездеги күчтүү контейнерлер. Булар калың карасаңар туугандар. Адатка окшобойт. Бир аз сапаты жакшы күчтүүлөрү булар. Экинчи жол ошол Кытайда туруш баалары ошол $6,000-7,000 чамасында экен. Анан кийин апча турган, боло турган болуп калсаңар, сүйлөшүп ичине жүк-жүктөп туруп аксак, балким арзан болуп калышы мүмкүн. Анан кийин карасаңыздар, туугандар, мындай кичик бирден там кылгалы боло тургандар бар. Кичиктүүдөгү магазин кылсаңыздар болот экен. Карасаңар, мрамор жаткызылган ичине. Хали. Карасаңыздар, ушундай. Мынау кичиктер арзандар экен, туугандар. Куштар бар экен. Карасаңыздар, мрамор. Сразу апарып уюгуп алсаңар болот да. Ушул жакта турушу $2,800 экен. Ушул үйлөр $2,800. Просто 2,800 салдырсаңар да мына үйлөр келбейт, туугандар. Сону ысык. Жазда салкын, кышта ысык болот да. Туугандар, кандайсыңар? Мына азыр кабина базарына келип калдык. Бул Ховонун кабинасы экен мына. Кабиналар бар экен, мына Галаванын кабинасы. Бул жакта ар түрдүү кабиналар бар экен. Экинчи жол. Кабинас керектер болсо байланысаңар болот экен, туугандар. Мына 500 аттын күчү. Көрүп көрөлү.
Foton Oman'daki ekan. Shunday kabinalar var ekan. Ikkinchi xil kabinalar ekan taqir bo'lishni. Tuanlar, no, şu. Sıkıntı davır jansı жақсы авал жақсы екен. Бұлай 2022 жылдыққа қарасаңар 2020 жыл 7-ші ай, 22-7-ші айдыққа. Авал состояниясы жақсы қарасаңар, флоу болдық қой. 这个是多少马力老板？240，你得看一下是多少马力。240, 240 аттың күші. дөңгелектік қарасаңар. 这个轮胎可以给我换吗？换新的吗？多少钱？整个一条换是吧？只能一个。哦，行。керек болса дөңгелектер жаңа алмастырып береміз. Жоқ десеңер мұш дөңгелектер бола береді туғандар. Мына көргеніңіздердей. 2022 жылғы қарасаңар ешқандай қиналған жаңа ешке болады. Авал жақсы, нормальный қызмет қылады. Мотор ешқандай ашылған емес, тек қана мына ременді алмастырған. Мына ремені білесің ғой, прайд. Мына ременді бір қатым алмастырылған екен. Анар алмастырылып бақпап тұр башқалары. Еш нәрсеге бір тал набор көрсек, еш нәрсе тибеген мотор екен. Мотор көпке барлығы таза екен. Көрсеңдер. Мына астында қысы мына жаңқы жұмшатып не болған. Көріп болған шақтарыңыз осындай жоғары функцияда. Егер ушул кимге керек болса байланысыңар болады туғандар. Қырғызстанға жетіші 5 растумышқа 24.500 доллармен жеткізіп беремін. 2022 егер жаңғысын көрсеңер болады 35.000-ден 40.000-ге ала албайсыңар жаңыларын. Қытайдың өзінде 300 миллион тұрғандар. Азыр ушул 24.500 менен Қырғызстан ошпишкеге айырмасы жоқ жеткізіп беремін растумышқа сыртында. Примерно растумышқа қаша 2,5 мың доллар кетсе керек. 24.500 менен Қырғызстан ошпишкеге жеткізіп беремін. Лобол 240 аттың күші. 2022 жыл 7-ші айда зауыттан шыққан 2023-тен 24 сезон іштеген трактор. Компания. Манекей туғандар көрдіңер бе? Мотор деген өкірет. Ой, өмір сайша о канка. Мана туғандар көрдіңер бе? Вау. Нюби. Мана көрдіңер туған мотор деген өкірет бұқада әлі. Моторда ешқандай проблема жоқ.好嘞，几百个小时啊？450是吧？行。Mana 400 saatin üstünde işlеген компания екен. Моторды ұқтыңар ғой, туғандар. Бұқадай өкірет. Ешқандай моторға тиіп бақпаған. Честный мотор, мұздай мотор. Бұның жаңа алсаңыз, бұның 30 мың үстінде аласыңар. Бұндай жаңысын, бұндай жақсы авалдақсын таба албайсыңар туған. 这个发动机有那个啥吗？保证吗？绝对没问题是吧？行。Mana Қытайда өз айтады. Ешқандай без проблема гарантия берілем дейді мотордың ашылбағандығына, сапатына. Жаңғысы 40 мың екен. 40 мың доллар. Қытайда өзі Қырғызстанға барып жақында барады, аны жол ақы расходын арқы бергісіменен 50-ге барады. Өзінің өз кесіне 40 мың доллар алған. Да. 24.500 менен Қырғызстанға 5 расмын түшіріп берем. Кімге керек болса байланысқа достары. Бұл болдық 240 ат күш 2022 7-ші айда заводтан шыққан 2023 араң ішке шыққан 2023 күзде іштейді да шында. Былтыр 2023 күзде бір, 2023 күзде екілі сезон іштеген. Тақырбар таяр.
今天给大家一个福利车型，豪华版5吨4驱野叉车。这款叉车举升高度2节4.5米，举升高度可根据您的要求都可以定做，最高达到7.5米。加重型的柱钢一体车桥，加宽防爆越轮胎，最高配置啊！有需要这款车的老板，今天联系我，最低价格。 Салам достор. Жактыраттарды Кыргызстанда курулуш материалдарына эң керектүү болгон ар түрдүү темир кесе турган мындай пластик такталар. Биз заводко келдик. Бул жакта ошол нече жүздөгөн түрлөр бар. Ар биринин карасаңыз модельдери, чукалык, калыңдыктары окшош. Туугандар, анан мындай фрезанын тиштери келди. Кыргызстанда азыр Ошто турат, Ошто. Ала турган. Bundan keyin Kırgızstanda жол транспорт негизи такыр иштейт бул ар кандай нерсеге. Мээри мастерканалар болсун, эле чоң курулуштар болсун. Эң көп иштей турган нерсе ушул нерсе. Күнү ас болгондо бир 2-300 чоң курулуштар 2-300 болгондо 50-60 иштетилет.